Ей, болды, тоқтаңдар. Бекем бол. Қайғыңа ортақпыз. Бекем бол. Мен сенің қандай жағдайда екенін... Жоқ, тек менің жағдайымды түсінем деме. Жарайды. Ол өлді. Менің кесірімнен. Бекер өлді. Енді не істеуім керек болса соны істеймін. Питер, өтінем, керек емес. Сені үйіңе қайтарам. Сені де барлығың үйіңе қайтасыңдар. Мына адамдар, олар сендердің әлемдеріңнен солай ма? Олармен өздерің айналсыңдар. Олар өлсе де, өлтірсеңдер де, сендердің мәселелерің менікі емес. Маған енді бәрібір. Осы да жетер. Сендерді осы әлемге әкелгеніме өкінем. Бірақ қазір үйлеріңе қайтуларың керек. Іске сәт. Менің Бен ағамды өлтіріп кетті. Менің кесірімнен. Ал менің кесірімнен. Гвен өлді, яғни менің MJ-ім. Мен оны құтқара алмадым. Сол үшін өзімді ешқашан кешірмеймін. Сосын өмірімді ары қарай жалғастырдым. Қайтадан өз қалпыма келуге тырыстым. Сөйтіп қайтадан өрмекші адам болдым. Мен оның мұны қалайтынын білемін. Солайша мен жан азабынан арыла бастадым. Ашуландым. Қателіктер жасадым. Сенің де осылай болғаныңды қаламайым. Мен сияқты. Бен ағамды өлтірген түні мен оның өліміне кінәлі адамды таптым. Мен оны өлтірмек болдым. Және оны жасадым да. Бұдан ештеңе өзгерген жоқ. Сосын маған қараңғылықты жеңу үшін көп уақыт қажет болды. Оны өлтіргім келеді. Бөлшектеп тастағым келеді. Оның даусы әлі күнге дейін санамда естіледі. Зардап шеккеннен кейін де ол маған бәрін дұрыс істедік деді. Ол бұлай деп еді, үлкен күш, үлкен жауапкершілік. Не? Сендер оны қайдан білесіңдер? Бен ағам айтқан. Өлерінің алдында. Бәлкім оның өлімі бекер болмаған шығар.